Зейнеп Мегдиден қашып Барыштың үйіне келеді. Яғни Барыш Зейнепті қорғау үшін өз үйіне алып келеді. Екеуі кешкісін теледидар қарап жатқанда Барыштың әпкесі телефон шалады. Барыш алмауға тырысады, бірақ Зейнеп алуын өтінеді. Барыш әпкесімен сөйлесіп жатқанда Зейнеп кофе әзірлеп келемін деп ас үйге қарай бет алады. Ас үйге кіріп, кофенің заттарын алып даярлап жатқан кезде кенеттен алдынан Мегди шыға келеді. Қатты шошынған Зейнеп қол-аяғы діріліп, не істерін білмей тұрып қалады. Сол мезетте Мегди Зейнептің аузын жауып, яғни ұйықтатып, тыныштандырып қояды. Осылайша Мегди Зейнепті ешкімге білдіртпестен көлігіне салып, алып қашып кетеді. Тіпті үйдің алдында тұрған полиция қызметкерлер де оны білмей қалады. Барыш телефонмен сөйлесіп болғаннан кейін ас үйге қарай бет алады. Зейнепті ары-бері қарайды, бірақ Зейнеп еш жерде жоқ. Кенеттен сыртқы есіктің ашық тұрғанын көреді де сыртқа қарай шығады. Сонда да Зейнеп деп айқайлайды, бірақ Зейнептің даусы да үні де шықпайды. Одан кейін ол есік алдында тұрған полиция қызметкерлеріне барып, Зейнепті көрдіңдер ме деп сұрайды, бірақ полиция қызметкерлері біз ештеңе байқаған жоқпыз дейді де ары қарай барлығы Зейнепті іздей бастайды. Ал сол мезетте Мегди Зейнепті көлігіне отырғызып алып, ұзақ жолға аттанған еді. Ол Зейнепті анасына апармақ болды. Барыш полиция қызметкерлерімен бірге Зейнепті іздей бастайды. Ол үйде тұрған камералардың барлығын көре бастайды, бірақ полиция қызметкерлері ештеңе байқамадық жоқ деп айтады. Кенеттен Барыш камераны артқа айналдыр деп полиция қызметкеріне айтады. Сол кезде Мегдидің көлігі камераға түсіп қалған болатын. Яғни ол Зейнепті көтеріп алып, өз машинасына салып, кетіп бара жатқан жері камераға түскен. Бір кезде Барыштың үйіне полиция басшысы келеді. Барыш полиция басшысына мен сенен адвокат емес, досым ретінде Зейнепті табуыңды өтінем деп айтады. Барыш інісінің бөлмесіне келеді. Інісіне неге мені шақырдың деп сұрайды. Сонда інісі сенің көз алдыңда Зейнепті ұрлап кетті. Сен оны табуға міндеттісің. Егер таппасаң, ол оны өлтіреді дейді. Ал өзі ары қарай компьютермен Зейнепті іздеуге жалғастырады. Яғни әлеуметтік желілерге Зейнепті тапқан адамға сыйақымыз бар деген сияқты хабарлама жариялайды. Полиция қызметкерлері Джамиле мен Нұхтың үйіне келеді. Яғни күдікті Мегди осы үйде болуы мүмкін деген күдікпен келеді. Алайда Мегди ол жерде болмай шығады. Ал Джамиле мен Нұх таң қалуда және естерін жинамай әлек. Нұх пен Джамиле түсінбей әлек. Олар Мегдидің бұндай әрекетке бармайтынына сенімдеді. Бірақ полиция қызметкерлері Мегдидің осындай әрекетке барып Зейнепті ұрлап кеткенін айтуда. Бір кезде Зейнеп есін жиып, ұйқысынан ояна бастайды. Сол кезде Мегдиді көріп айқайлай бастайды. Саған заң бойынша маған тиісуге, менің қасыма жақындауға құқығың жоқ деп айқайлайды. Бірақ Мегди бәрін түсіндіріп, мен сені анама апарып, сол жерде мән-жайды анықтаймыз дейді. Ал Зейнеп болса, бұл мәселенің барлығын біз шешіп қойғанбыз деп түсіндіруде. Ал Мегдидің оны түсінгісі келмейді. Нұрмен ханым да полиция қызметкерлеріне келіп, қызын табуын өтінеді. Болып жатқан оқиғалардың барлығы Джамилеге ауыр соққы болып тиеді. Ол суретке қарап, өзінің бауырларымен қандай бақытты күндер кешкен есіне түсіруде. Өзінің ұзату тойында Мегдидің келіп құттықтағаны, өзінің көз алдында әпкесі Мюжганды атып тастағаны барлығы есіне түсіп, қатты қиналады. Барыш інісінің бөлмесіне келіп тұжырымдама жасай бастайды. Інісі егер оны өлтіретін болса, оны бұрынырақ өлтіріп тастайтын еді деп айтады. Бірақ Барыш ол әпкесі өлгеннен кейін қатты күйзеліске ұшырап өзгергенін айтады. Інісі әпкесі не үшін қайтыс болды және қай жерде деп сұрайды. Барыш болса болмайтын жағдайға байланысты Мюжган қайтыс болды және ол автобекетте дейді. Ал інісі болса автобекетке барып ол қайда бармақ болды деп сұрайды. Ал Барыш болса Ырзы-Румға кетеді деп айтқан болатын. Осылайша екеуі жұмбақтың шешімін табады. Яғни Мегди сол жаққа бару мүмкін деп тұжырымдайды. Сонымен Барыш полицияға қарай бет алады. Ал інісі болса одан жақсы хабар күтемін дейді. Зейнеп көліктен түсіп қашудың амалын ойлайды. Ол жүрегім айнып, денсаулығым болмай тұр деп көліктен түсіп су сұрайды. Мегди оған су береді және өзі ішеді. Бірақ айласы іске аспайды. Қайтадан көлікке отырып ары қарай жүреді.
Кейіннен Зейнеп тағы да Мегдиге бір жерге тоқтауын өтінеді. Әжетханаға баруым керек дейді. Тағы да қашудың айласын ойлап тапқысы келеді. Зейнеп әжетханаға келеді, жан-жағына қараса қашатын жер жоқ. Бірақ әжетхана ішінен бір кісі шығады. Сол кісіден көмек сұрайды, ал ол кісі көмектесуден бас тартады. Ал ол кісі болса шығып бара жатырып қазіргі жастарды түсінбейсің, күйеуім ұрды, соқты деп қаша жөнеледі. Ал ол сөзі Мегди естіп қояды. Әжетханаға келіп, Зейнепті алдына түсіріп, екеуі қайтадан жолға шығады. Зейнеп болса Мегдиді көріп ашуланып, тіпті маған ешкім көмектескісі де келмейді дейді. Кенеттен бір кісі екеуінің кетіп бара жатқанын көреді де әлеуметтік желі арқылы хабарлама жіберіп, машинаның нөмірін жібереді. Хабарламаны көрген Саваш бірден Барышқа көліктің нөмерін береді. Сол көлік арқылы Мегдидің қайда екенін полиция қызметкерлері анықтап алады. Қайда екендерін білгеннен кейін полиция қызметкерлері жолға тосқауылдар қоя бастайды. Сұлтан, Нариман, Сақина үшеуі теледидар көріп жатқан кезде есік соғылады. Олар дереу есікке қарай жүгіреді. Ашып қалса Биналь. Сұлтан әпке, маған көмектес, менде толғақ басталды және суым кетіп жатыр деп үшеуінен көмек сұрайды. Олар Бинальды үйіне кіргізе бастайды, бірақ Нәрмен ханым жедел жәрдем шақырайық дейді. Ал Сұлтан болса, уақыт жоқ, уақытым аз, бала дүниеге келіп қалуы мүмкін деп Бинальды үйде босандырып алады. Полиция қызметкерлерімен Барыш көліктің келе жатқанын көреді. Ал оларды көрген Мегди мен Зейнеп көлікті кішкене кідіртеді де оларға қарап тұрады. Зейнеп болса Мегдиге барлығын түсіндіріп әуре. Мегди әлі де кеш емес, өз еркімен беріл дейді. Ал Мегди болса газды бар аяғымен басып, оларға қарай ұмтылады. Ал Барыш болса сол жерге жолға шығып, бәрін өзім реттеймін деп машинаның алдына шығады. Мегди сол кезде тормозды басып үлгереді. Сосын полиция қызметкерлері барып Мегдиді ұстайды, ал Барыш болса Зейнепті құтқаруға асығады. Полиция қызметкерлері Мегдиді түрмеге алып кетеді, ал Барыш ханзада ретінде Зейнепті құтқарады. Зейнепке дәрігерлік көмек көрсетілгеннен кейін барлығы үйіне қайтады. Ал сол мезетте Зейнептің үйінде Биналь қыз баланы дүниеге әкеледі. Оның есімін Межган деп қояды. Осылайша Мегди қызды болады. Зейнеп үйіне келіп, ата-анасымен қауышады. Мегдидің қолына кісен салынып, полиция бөлімшесіне келеді. Ал оны іздеп бауыры Жәмиле мен Нұх келеді. Және де барлығы жақсы болады, сен қызды болдың деп айтады. Жәмиле не қуанарын, не жыларын білмей дал болады. Бір жағынан сәби дүниеге келсе, бір жағынан Мегдидің түрмеге түсуі болды. Полиция бөлімшесіне Бинал қызын алып келеді. Мегди көптен күткен аңсаған қызын көріп, бір иіскеп алады да ары қарай кете барады. Жәмиле Мегдиге бәрі жақсы болады, уайымдама, сен міндетті түрде шығасың дейді. Ары қарай не болған білгіңіз келсе, арнама тіркеліп алыңыз.